Ассалаумағалейкум досым, осы бейнероликта саған 10 идея, 10 ниша көрсететін боламын. Өзінің заметкіні төртіп алды. YouTube американский нишанды бастады. Бүгіннен бастап алғашқы долларынды табыс тауып жүрем досым. Және сіздерге арнап екі трендте жүрген персонажды дайындап қойдым. Оны бейнероликтің соңында көрсетемін. Сондықтан осы бейнероликті назар салып, соңына дейін көр. Лайк басып арна тіркелді ұмытпа. Кеттік. Бірінші нишамыз, бірінші идеямыз Poppy Playtime'ға қатысты, яғни оң жақта Poppy Playtime'ның анимациясы болып жатады, ал сол жақтағы бейнероликта бізге мынандай жұмсақ ойыншықтар бар ғой. Сол жайлы ұқсас ретінде екі анимация көрсетіледі. Енді сол жақтағы бұл нейросет арқылы жасалған бейнеролик, яғни промпт арқылы жасалған, және де қателеспесем Kling Eye нейросет арқылы бұл жақта видеоролик жасалған. Ең қызықтығы, бұл жақта бірінші монетизация бар ма екен тексеріп көрейік. Ол үшін мына расширение бар. Бұл расширениені менің Telegram арнамын таба аласыздар. Чек деген баса саламыз, және де бізге нақты көрсетеді. Бұл жақта монетизация бар, немесе жоқ деп. Бізде птичка шықты, яғни жасыл болып көрсетіліп тұр, значит бізде бұл арнада монетизация бар. Яғни соңғы видеороликтарын қарап кетсек, 446 000 просмотр жинаған екен 1 минуттық видеороликтан. Енді бұл детский ниша, бұл детский нишада RPM 0.8 бен $1.5 аралықта болады. 0.8 бен есептеген кезде 446 000 просмотрдан $400 табыс тапқан. Жақсы емес па? Оған дейін төменге түссек, бұл жақта басқа ниша болған екен, бірақ та тұрақты өз нишасын әлде таптық десек болады. Бірақ енді бұл нишалар хайп ниша болғаннан кейін, бұл да ұзаққа созылмайды, кейін басқа хайп ниша табып жатқан кезде өзгертеді. Бірақ та бастысы бұл жақта аудитория бар, 490 000 подписчигі бар екен. Бұл арнада сатсаңыздар жақсы табыс, және монетизация ретінде жұмыс істесеңіздер жақсы табыс алып келетіні сөзсіз. Екінші нишамыз машинаға қатысты, яғни ескі машинадан жаңа машинаға дейін, яғни болашақта машиналарды да көрсетеді 2050-дегі. И бұның бәрі нейросет арқылы жасалынады. Бұл бейнероликтер 2 минутқа дейін созылады екен. Бірақ та бұл жақта өкінішке орай монетизациясы жоқ. Бұны тексеріп көрдік. Бұны чек-листтен басып көре салайық. Бұл жақта бар ма екен, міне көрсетіліп тұр, жоқ екенін. Әрине, монетизация ретінде бұл жақтан табыс табуы өкінішке жоқ. Бірақ та 50-50 мүмкін сіздің арнаңызға монетизация қосып қалуы мүмкін. Сосын айта кетейін достар, бұндай арналарды тіпті сатып жерсеңіздер де американский ниша және горизонтальный ретінде түсірілген видеороликтар бұл арналарды қымбат бағаға алатын болады. Бұл біріншіден, және де екіншіден достар, бұны практика ретінде жасап көрсеңіздер болады осы бейнероликтерді, және де жалпы YouTube'ты бір түсіну үшін де осындай қолданысты нишаларды жасап және де қаралым жинап көріңіздер. Одан кейін достар, егер де сіздер бұл бейнероликтарды жасау қиынырақ болса, және де үйренгіңіз келсе, осыны нишалар, осы видеороликтарды жасау үшін, онда сіздерге мен жеке бейнеролик жасай аламын. Бұл бейнероликтарды қалай жасау керектігін, оны мен білу үшін сіздер достар лайк басып кетіңіздер. Егер де осы бейнероликтің астында 50 лайктан жоғары болса, онда осы нишаларға көшемін, және де осы 10 идея, яғни 10 нишаға әрқайсысына тоқталып, қалай жасау керектігін сіздерге көрсетіп кететін боламын. Так, бізде келесі нишамыз, яғни мына мысық жайлы бір история көрсетеді. Монетизация бар. Қарасаңыздар, бұл детский ниша деп айтуға болады, өйткені бұл жақта фотолар, картинкалар сочный көрсетілген, және қызықты. Көруге, қызықты, балаларға бұл қызықты болады. Бұнда бейнероликтарды через тоже нейросет арқылы жасалынады. Тіпті бұны көбінесе шортс ретінде жасайтын, шортс видеороликтер 2 миллион, 10 миллион просмотр жиналады бұндай нишада. Тіпті горизонтальный ретінде де жасасаңыздар, қарап тұрсыздар, бұл жақта просмотр жинау болады. Мысалы, 243 000 просмотр жинаған екен. Достар, айта кетейін, бұл осы нишаларды сіздерге идея ретінде көрсетіп жатырмын. Яғни сіз осы нишаларға қарап, бетіп ойланып, так, мынандай идеялар бар екен, мен осыған ұқсастырып жасамасқа неге деген сияқты. Сондықтан сіздер бұл нишаларды идея ретінде қабылдаңыздар, және де мүмкін басқа өзіңіз жаңа ниша ойлап табасыз, сол арқылы сіз бірінші табысқа жететін боласыз. Келесі ниша бұл арна, өте жас, жетақ видео салынған. Соның арқасында 2300 подписчик жинаған, және де 327 000 просмотр жиналған екен достар.
бұл 31 мартта ашылған, яғни тіпті 16 күн болған. Сондықтан бұл жақта монетизация өкінішке орай жоқ, бірақ та енді монетизацияға зая көз жерген деген бұл бірден бізге анық. Мына бір видео бұл жақта жылған екен, 327 просмотр, қалғандары 20 мың қаралымнан жиналған екен. Яғни бұл жақта то же самое тачкиге қатысты, немесе мультфильмдарға қатысты бұл жақта монстр ретінде жасалынады, бірақ та енді анимациясы кішкене қиынырақ, бірақ та бұны қарапайым біз сияқты бір адам істеп отыр, сондықтан сіздің қолыңыздан келеді, просто көріп кішкене опыт жинау керек. Келесі ниша бізде бұл енді монетизация бар ма жоқ па ұмытып қалдым. Давайте бірге көрейік, монетизация бар ма екен, жоқ па екен. Full мем деп аталады. Бұл жақта мемге қатысты бейнероликтар. Монетизация бар, достар. Монетизация бар, бірақ видеороликті қазір тоқтап көріп кетейікші. Білмеймін, мен бұл видеороликті көрдім, бірақ та кім көреді деген маған сұрақ туындады. Оригинальный видеоролик мынандай, ал біз анимация, яғни нейросет қоссақ, бізде осындай қуып кеткен бір видеоролик көрсетеді. Бірақ та бір таңғалғаным, бұны адамдар көреді, достар. Адамдар көреді. Соның арқасында бұл арна тіпті автор ақша тауып жатыр осының арқасында. Тіпті мына қараңыздар, просто тупо алғанда анимация жасай мынаны қараңыздаршы. Тупо просто анимация жасаған, соның арқасында бұл жақты қаралым бар, тіпті комментарияда қалдырып жатыр. Егер популярный видеоролик кірсек, бағана видеороликті бұл екінші рет салған екен, біріншісіне салған кезде 2 ай бұрын 1,5 миллион қаралым жинаған екен. Яғни мынаны мысалы 1,4 миллион просмотр жиналған, тоже 58 секунд, енді жоқ дегенім мынадан $1000 табыс тапқан осы бір видеодан. Келесі ниша кішкене қиынырақ, бұл жақта видеороликтар, яғни киноларға трейлер жасаған, бірақ та нейросет арқылы. Мысал ретінде мына жақта кіріп көріп кетейік. Инрес тіпті Золушка киімдер қойған. Бұны енді жасауға болады. Бұны бастапқыда фото ретінде жасайды, одан кейін бұны фотоны тірілтеді. Сол арқылы осындай кино шығаруға болады. Енді бұл көрініп тұр, клинкайдағы профессиональный рендер арқылы жасалғаны. Енді ол жақта бізге кредит керек, енді платный арқылы жасап, бірақ та тіпті егерде ақша салуға дайын болсаңыз, сол арқылы осындай качественный, сочный видеороликтер жасасаңыз болады. Енді бұл бана қараған видеороликтерін қарағанда, мына видеороликтерді көруге тұрарлықты, өйткені қызықты, да, все-таки қызықты, тіпті бұны детский ниша емес, үлкен адамдар да осы видеороликтерді көретін болады, және де бұл жақта RPM үлкенірек. Өйткені қарасаңыздар 6 минуттық, яғни удержаемость бұл жақта көп, сондықтан табысы да көп болады. Так, келесі нишамыз бірден монетизация бар ма, жоқ па тексерейік. Бұл жақта SpongeBobқа қатысты видеороликтар нейросет арқылы жасалған. Бізде монетизация бар екен көрсетіліп тұр. Так, енді популярный бір видеоролигіне кірейік. 331 мың қаралым жинаған екен. Қараңыздар, мысалы, Горилла мен SpongeBob қосылып, яғни қысқарақ келсек, SpongeBobтағы персонаждар мен жануарлардың екеуін қосындысынан қандай гибридный жануар шығатын бұл жақта бізге көрсетіледі. Мынақты трейлері бар екен. Мысалы, қараңыздар, Губка Бобпен қазір нақты сұрақ туындайды. Мысалы, Горилла екеуін қосақ, қандай гибридный шығады. Мысалы, осындай. Да, бұнда анимацияны нейросет арқылы жасалған көрініп тұр. Мысалы, тағда Патрикпен тоже. Годзилла ма, осының екеуін қосқан кезде осындай шығады. Негізі, қызықты бұл да видеоролик горизонталь ретінде, мысалы 331 мың қаралымнан, енді бұл жақта уже монетизация бар болғанымен табыста бар екені бізге көрсетілген. Келесі нишаға өтейік. Бұл жақта енді ниша, так, бір популярный видеороликіне кіріп өтейік. Так, бұл да арна жаңадан екен, 1600 подписчигі бар екен, 14 видеоролик жасалған, и соның арқасында уже бірінші видеосында жақсы қаралым жинаған көрсетіліп тұр. Мысал ретінде, мына көрініп тұрсыздар, тоже мультфильмдағы персонаждарды шын өмірде қандай екенін көрсетілген. Бұндай тоже шорс ретінде видеороликтер көп, мен тіпті TikTokта көр қалдым, онда мен түртіп қойған болатынмын, осыған байланысты видеороликтер жақсы қаралым жинайды. Мысалы, Симстағы Гомер ма, осы мынандай түрі осындай болады деген сияқты. Бұны да жасау өте оңай, достар. Негізі нейросетке таныс емес адамдар кішкене қиынырақ болып көрінетін шығар көзге, бірақ та бұлар өте оңай жасалынатын видеороликтар, достар.
Енді монетизация бұл жоқ, мен уже көріп қойғанмын, бірақ та енді жаңа арна болғаннан кейін әрине бұл енді заявка жіберіп қойған шығар, кейін монетизациясын қосар. Келесі нишаға өтейік. Бұл нишада яғни мультфильмдардағы, мысалы Валиға кірейік, мультфильмдардағы отрывоктарды алады да қалған жалғасын нейросет арқылы қолданады. Онда мен тиктокта талай рет көрген, мысалы Человек-пауктағы кинолардың қасына білдіртпей жалғастырып жүреді. Егер де ол жақта нейронға қосылмағанын айтпаса, біз тіпті ол кино ретінде қабылдап қалатынбыз. Мысалы, мына жақта Валим бастапқы 2-3 секунд кадры мультфильмдағы, одан кейін дальше, мысалы, мына уже переход бар екен, мына жақта көрініп тұр. Дальше уже нейросет арқылы жасалғанын тіпті, мысалы, мынандай трансформация сияқты болып кетті. Яғни бұнда жасау оңай, достар. Егер де бұнда осындай видеороликтер жасау керек десеңіздер, үшінші рет айтып кетейін, лайк басып кетіңіздер, міндетті түрде бірге жасап үйренетін боламыз. Жақсы. Енді бұл арнада монетизация бар ма жоқ па екенін тоже тексеріп кетейік. Так, чек жасайық. Так, төменге түссек, жалпы бұл жақта 21 видео. И қазір көрейік. Монетизация бар, достар. Монетизация бар. Яғни бұндай видеороликтерден, тіпті бұл видеороликтер 10 минутқа, 8 минутқа, мысалы, нақты Гарри Поттер, бастапқы көрсетілген мына. Одан кейін ар жағында бір кадрды тоқтатады и оны нейросет арқылы жалғастырып кетеді. Жақсы. Так, келесі нишаға өтейік. Бұл жақта, яғни кинодағы тоже самый, бастапқы 3-4 кадрды алады, одан кейін нейросет арқылы жалғастырып жібереді. Мына мысалы көреміз. Мына уже нейросет екен көрініп тұр. Мысалы, киномен басталады, мына кино ар жағында қазір нейросет жалғастырып жүреді. Енді бұл нейросет кішкене корявый екен көрініп тұр, бірақ та, достар, айтып кеткендей, қаралым, бұл жақта бар, адамдар көреді. Енді бұл арна бұрыннан келатқан арна екен, 133 видеосы бар екен. Популярны кірсек, банаға нишада жолған көрініп тұр, бірақ оған дейін басқа видеороликтар салған. Достар, қараңыздар, негізі басқа нишада келе жатып, басқа видеороликтар жасап кетеді, басқа ниша кішкене ауысып кетеді. Бұл істеген дұрыс па жоқ па? Негізі YouTube арна өзінің барлық видеоларды қосқан кезде бір картинка көрсету керек деген бір мақұлдама бар. Бірақ та жасауға болады, әрине, мынау сияқты ауыстыруға болады, бірақ та слишком алыста кетпеу керек өзінің бастаған нишанан. Мысалы, мына жақта киноға қатысты мемдер жасап сөйтіп жасайды. Мынау соған ұқсайды, бір-біріне ұқсайды видеороликтер. Ал егерде мына жақта дұрыс болмайды, егерде мысалы мына жақта кулинария бірдеңке тамақ жасауды көрсетіп келеді, и келесі бейнероликта кино көрсетіп кетсеңіз, енді уже аудитория түсінбей қалады. Ал мына бәрі все-таки бір нишаға бір-біріне жақын, сондықтан бұндай жасауға да негізі болады. Сіздерге 10 идея, 10 нишаны көрсеттім. Енді трендті жүрген хайп персонаждарды көрсетем. Яғни соған қатысты бір персонажға қатысты видеоролик жасасаңыз, өзіңізге нишаңызға бір құрастырып бір видеоролик шығарсаңыз, ол видеоңыз ататын болады, өйткені қазір мына персонаждар трендте жүр. Ол бірінші бізде бэр деп аталады, мынау осы адам. Яғни осыған қатысты видеоролик жасасаңыз, 5 күн бұрын салған 145 мың қаралым жинаған екен. Осыған қатысты тіпті шортс видеороликтарды жасап жатыр, и горизонталь видеороликтарды жасап жатыр. Мысалы, мынау 6 миллион қаралым жиналған екен. Қазір сәтте бұл сұранысы өте көп осыған персонажға, сондықтан осыны қолдансаңыздар болады өздеріңіз бейнероликтеріңізді. Екінші бізде тоже тренд персонаж, бұл туң деп аталады, яғни нөр адам. Адам дегенде, яғни персонаж. Қарап тұрсаңыздар таяққа ұқсайды. Енді бұл да тоже жақсы қаралым жинайды, осыған қатысты видеоролик жасасаңыз, сондықтан бұнда өзіңіздің заметкаңызға түртіп алыңыздар, достар.